Көлеңке. Бірінші бөлім, дыбыстаған бот. Таң күннің алғашқы сәулелері көкжиектен сығалап, қалың тұман арасынан жарық шашты. Орманның бір түкпіріндегі ескі үйдің жанында жатқан ер адам көзін ашты. Оның денесі суық жерге жабысып қалғандай, бұлшық еттері сіресіп қалыпты. Басындағы ауырсыну ештеңені есіне түсіртпеді. Ол орнынан көтерілмек болды, бірақ денесі оны тыңдамады. Әлсіздік пе, әлде соққыдан кейінгі есеңгіреу ме, белгісіз. Аздан соң өзінің кім екенін есіне түсіруге тырысты. Бірақ миы бос, ойлары шашыраңқы. Мен кіммін? Деп сыбырлады ол. Айналасына көз тастады. Қалың орман, құлаған жапырақтар, ескі ағаш үй. Үйдің қабырғалары көгеріп, терезелері сынған. Бірақ бір нәрсе ерекше, бұл жер оған таныс сияқты. Қалтасын қарады, құжат жоқ, телефон жоқ. Киімдері кір-қожалақ, бірақ ескі емес. Жарақат іздерін байқап көрді, шекесінде кепкен қан бар, алақаны тілінген. Кенет ол алыстан әлдекімнің сөйлескен дауысын естіді. Орманға жақындап келе жатқан екі адам. Далада ұзақ жатып қалса, өліп кетуі мүмкін екенін түсініп, үйдің ішіне қарай жылжыды. Тесіктен сығалап қарағанда, қара киімді екі еркек оның жатқан жерін тексеріп жүр екен. Кетіп қалған сияқты. Тезірек іздеу керек, деді біреуі. Егер ол тірі болса, бізге қиын болады. Оны бұл жерден таппас бұрын жоюымыз керек деп екіншісі зілмен жауап қатты. Жүрегі тарсылдап қоя берді. Олар мені өлтірмек болған. Бірақ не үшін? Мен оларға не істедім? Деген ой санасын жаулап алды. Ер адам тез арада есін жиып, бұл жерден кетудің жолын ойластыра бастады. Бірақ алдымен шындықты білуі керек еді. Ол кім? Оны не үшін өшіріп тастады? Ең бастысы, тірі қалғанына сене алар ма еді? Қара киімді адамдар алыстап кеткенше, ол тығылып жатты. Демін ішіне тартып, әрбір дыбысты аңдыды. Олар біраз уақыт өзара сөйлесіп, содан кейін біреуі. Егер ол тірі болса, міндетті түрде байланысқа шығады. Оған қайда барарын білетін адам керек деді. Осы сөзден кейін олар орман ішіне қарай бет алды. Бейтаныс адам терең дем алып, ақырын сыртқа шықты. Оған тезірек бұл жерден кету керек еді. Бірақ қайда барады? Ол ештеңе есіне түсіре алмады. Қалтасында телефонда, құжатта жоқ. Жалғыз амалы жол табу. Орманнан шыққан соң алыстан темір жол көрінді. Бірнеше минуттан кейін пойызда зулап өте шықты. Демек, жақын жерде станция болуы мүмкін. Ол соған жетуге бекінді. Жолда келе жатып кенет бір дүкенді байқады. Оның алдындағы орындықта қарт кісі темекі тартып отыр екен. Ер адам оған жақындап, абайлап сұрады. Кешіріңіз, бұл қай жер? Қарт оған таңырқай қарады. Сен мұнда қайдан жүрсің? Мен есімде жоқ. Оянып кетсем, орманда жатырмын. Қарт оның жүзіне қарап, сәл ойланып қалды. Балам, сенің түрің таныс сияқты. Бірақ қайдан көргенімді білмей тұрмын. Бұл сөз оның жанын түршіктірді. Демек, біреу оны тануы мүмкін. Бірақ кім және қалай? Осы сәтте дүкеннен бір әйел шықты. Ол ер адамды көріп көзі шарасынан шыққандай болды. Сен тірісің бе? Деді үрейленіп. Әйелдің үрейлі көзқарасы оны есеңгіретіп жіберді. Сен тірісің бе деген сөзді естігенде денесі шымырлап кетті. Сіз мені танисыз ба? Деді ол, даусы дірілдеп. Әйел бірнеше секунд үнсіз тұрды да, артына қарай жалтақтап қарады. Кейін сыбырлай сөйледі. Мұнда тұра беруге болмайды. Жүр, артымнан. Ол әйелдің соңынан ілесті. Олар дүкеннің артқы жағына өтті. Әйел есікті ашып, оны ішке кіргізді. Сен қалай тірі қалдың? Деді ол көзін ала алмай. Мен не болғанын білмеймін. Ояндым, бірақ өзімді, қайда екенімді есіме түсіре алмадым. Сіз мені танисыз ба? Әйел басын изеді. Сенің атың? Ол аздап кідіріп, жалғастырды. Азамат, сен осы ауылға бірнеше апта бұрын келгенсің. Бірақ не? Әйел ауыр күрсінді. Бір апта бұрын сені өлді деп жариялады. Бұл сөз оның санасын күйреткендей болды. Қалайша? Сенің денеңді өзеннен тапты, немесе біз солай ойладық. Азамат басын ұстап, орындыққа отыра кетті.
Мен өлуім керек еді, бірақ тірімін. Ал менің орныма өзенде жатқан кім? Осы сәтте әйел терезеден сыртқа көз тастады да, даусы қатқылдана шықты. Бізді байқап қалды. Олар келе жатыр. Азаматтың жүрегі тарсылдап қоя берді. Терезеге қараса, қара түсті көлік дүкеннің алдына келіп тоқтады. Ішінен екі ер адам шықты. Біреуі ұзын бойлы, көзілдірік таққан, екіншісі мығым денелі, қарапайым киінген. Олар дүкенге кірмес бұрын айналасына көз жүгіртіп, бір-біріне белгі берді. Мұнда тығылып отыра алмаймыз деп әйел асығыс сыбырлады. Артқы есіктен шығамыз. Азамат ештеңе сұрамады, тек оның соңынан ерді. Әйел есікті ашып, сыртқа қарады. Артқа аулада ескі қойма тұр. Олар тез жүгіріп барып, ішіне кіріп жасырынды. Бұл адамдар кімдер? Деп сыбырлады Азамат. Егер сен шынымен есіңде ештеңе жоқ десең, бұлардың кім екенін білмейсің. Бірақ олар сенің жоғалғаныңды біліп қойған, демек, сені іздеп жүр. Неге? Өйткені сен бір нәрсе білесің. Осы сәтте дүкеннен шыққан ер адамдардың дауысы естілді. Бұл әйел бірдеңе жасырып тұр, деді бірі. Мүмкін, бірақ біз алдымен оны тексереміз. Қадамдары жақындап келеді. Әйел Азаматқа қарап. Бізге қашу керек. Арғы жақта ескі жол бар, соған түсеміз. Олар қойманың артқы жағынан ақырын шығып, бұталардың арасына еніп кетті. Бірақ дәл осы кезде, арғы жақтан тағы бір көлік келе жатқанын көрді. Тұзаққа түскен секілді. Азамат пен әйел жасырынуға тырысты, бірақ жолдың арғы жағынан келе жатқан көлікті көргенде, олардың қашу жолы шектелді. Екі көлік, екі жақтан. Бұлар кімдер? Не үшін оны аңдып жүр? Біз қайда барамыз? Деп сыбырлады Азамат. Әйел тез ойланып, оның қолынан ұстап қоймаға қайта жүгірді. Жер асты өткелі бар, деді ол асығыс. Олар қоймаға кіргенде әйел едендегі ағаш тақтаны көтерді. Астында қараңғы үңгір секілді туннель бар екен. Түс! Деп бұйырды әйел. Азамат ойланбастан төмен секірді. Әйел де артынша түсті де, тақтаны орнына жауып үлгерді. Осы сәтте қойма есігі сарт етіп ашылып, әлгі ер адамдар кірді. Мұнда біреу болды, деді біреуі. Ізін суытқан сияқты. Олар қойманы түгел қарап шықты. Азамат пен әйел дем алмауға тырысып, туннель ішінде үнсіз отырды. Егер оларды бүгін таппасақ, бізге қиын болады, деді біреуі ызамен. Кенет әлгі ер адамдардың бірі едендегі ағаш тақтаны түртті. Мұнда бірдеңе бар сияқты. Азаматтың жүрегі тоқтап қала жаздады. Егер олар бұл жерді ашса, бәрі біткенмен тең. Азамат пен әйел туннельде үнсіз отыр. Жоғарда жүрген адамдардың аяқ дыбысымен сөйлескен дауыстары анық естіліп тұр. Еденді түрткеннен кейін біреуі. Мұнда бірдеңе бар. Ашып көрейік. Азамат жұдырығын түйіп, кез келген сәтте қарсылық көрсетуге дайындала бастады. Бірақ дәл осы кезде сырттан қатты айқай естілді. Әй, сендер! Мына жаққа қараңдар. Бұл қарт кісінің даусы еді, дүкен алдындағы темекі тартып отырған шал. Бізді байқап қойды, кеттік. Деді ер адамдардың бірі. Олар асығыс шығып кетті. Азамат пен әйел терең дем алып, туннельде сәл күтіп отырды. Әйел сыбырлап. Бұл жерден кетуіміз керек. Олар қайтып келеді. Туннель ары қарай созылып жатқан екен. Олар қараңғы дәлізбен жүре берді. Азаматтың санасында мың сұрақ, мені өлді деп ойлаған адамдар енді мені не үшін іздеп жүр? Бұл әйел кім? Мен кіммін? Бірнеше минуттан кейін туннельдің екінші жағында шағын қойманың ішіне шығып, сыртқа көз тастады. Барлығы тыныш. Енді қайда барамыз? Деді Азамат. Әйел терең дем алып. Саған шындықты білетін бір адам кел. Ол кісі сенің өлгеніңді өз көзімен көрді. Кім ол? Әйел көзін жұмып, біраз ойланды да, ақырын жауап берді. Сенің ең жақын досың немесе ең үлкен жауың. Азамат пен Динара туннельден шыққан соң, ешкімге байқатпай, көше бойымен жылдам жүріп отырды. Көңілінде мың сұрақ. Қайда бара жатырмыз? Деп сұрады Азамат. Саған көмектесе алатын адамға, деді Динара. Азаматтың есінде ештеңе жоқ. Бірақ түйсігі оған сақ болу керектігін сыбырлайды. Олар шет жақтағы ескі үйге келді.
Динара есікті қағып еді. Іштен егде жастағы ер адам шықты. «Бұл кім?» деп сұрады Азамат сыбырлап. «Сен оны танымасаң да, ол сені біледі», деді Динара. Қарт кісі Азаматқа ұзақ қарап тұрды. Оның көзқарасында бір түрлі ауыр мұң бар еді. «Сен тірі екенсің ғой». Азаматтың жүрегі дір ете қалды. «Сіз мені танисыз ба?» Қарт үнсіз басын изеді де, есікті ашып ішке шақырды. «Кел, сөйлесуіміз керек». Азамат бұл адамның кім екенін білмейді, бірақ ішкі түйсігі оған бұл кездесу жай емес екенін сездірді. Қараңғы бөлмеде үш адам үнсіз отыр. Азамат пен Динараның көздері үй иесіне қадалған. Қарт ер адам қолындағы темекісін күлсалғышқа басып сөндірді де, ауыр күрсінді. «Сен мені шынымен танымайсың ба?» деп сұрады ол. Азамат басын шайқады. «Мен ештеңе есіме түсіре алмаймын. Бірақ сіз мені білетін сияқтысыз». Қарт адам сәл жымиып. «Танитынмын, бір кездері жақсы танитынмын». «Сен бұрын басқа адам едің?» «Кім едім?» Қарт үнсіз қалды. Оның жүзіне ауыр ойлармен өткен шақтың елесі тұнып қалғандай. Сосын ол шкафтан ескі фотосуретті алып шықты. Азамат суретке қарап, өзіне таныс емес адамның бейнесін көрді. Бірақ бұл өзі еді. Көздер сол қалпы, бірақ бейне өзгеше, сенімді, қатал, суық. «Бұл мен бе?» «Иә», деді қарт жай ғана. «Мен кім едім?» Қарт тағы да ауыр күрсінді. «Сен әділеттілікті іздеген адам едің. Бірақ кейде шындық тым ауыр болады. Неге менің есімнен бәрі өшірілді?» Қарт Азаматтың көзіне тіке қарады. «Себебі сен шындықты білмеуің керек болған. Сен өшірілгенсің». Азаматтың денесі тітіркеніп кетті. Бұл сөз тым таныс естілді. Бірақ ол әлі ештеңені түсіне алмады. «Кім өшірді?» Қарт сәл кідірді. Динара демін ішіне тартып, жауап күтіп отыр. «Әлі ерте. Сен дайын емесің. Егер қазір бәрін айтсам, бұл сені өлтіруі мүмкін». «Не?» «Бұл нені білдіреді?» Қарт басын шайқады. «Сенің есіңді өшіруге бір себеп болды. Егер ол қайта оралса, бәрі өзгереді». Азаматтың басы айналып кетті. Жанарындағы сенімсіздік пен үрейді сезген қарт, жұмсақ дауыспен айтты. «Есіңді түгел жинағанда ғана шындық ашылады. Бірақ асықпа. Шындық кейде тым ауыр болуы мүмкін». Бұл сөздерден кейін бөлмеде үнсіздік орнады. Азамат өз ойымен арпалысып, бір ғана сұрақпен отырды: «Мен кім едім?» Азамат көне суретке қайта қарады. Ондағы адам өзі. Бірақ жүзіндегі суықтық, көздеріндегі қаталдық оған жат сияқты. Бұл сурет қашан түсірілген? Қарт ауыр күрсініп. 5 жыл бұрын. Ал менің есімде жоқ. Бұл мүмкін бе? Сенің есіңді әдейі өшірді, балам. Азамат селк ете қалды. Кім? Қарт қарап. Құпия легион. Бұл атау құлағында жарылғандай болды. Жүрегінің бір түкпірінде бірдеңе оянғандай. Бұл кімдер? Қарт үндемей қалды. Динара да демін ішіне тартып, жауап күтті. Сен дайын емесің. Азамат ашулана орнынан тұрды. Мен дайын емеспін. Бәлкім, сендер дайын емесіңдер. Қарт байсалды қалпында. Қазір білсең, сен өлесің. Азамат жұдырығын түйді. Демек, мен бұрын олардың бір бөлігі болдым. Қарт үнсіз басын изеді. Бірақ мен олардан кеткім келді. Солай ма? Иә, бірақ олар өз адамдарын оңай жібере салмайды. Азамат терең дем алды. Демек, мен бір нәрсе білгенмін. Сол үшін мені өшірді. Қарттың көздері мұңға толды. Сен шындықты білгенсің. Бірақ шындық кейде тым қауіпті. Азаматтың жан дүниесі алай-дүлей. Оның миында жауаптан гөрі сұрақ көп еді. Олар мені әлі іздеп жүрме? Қарт басын изеді. Егер сенің тірі екеніңді білсе, олар бұл жолы қателеспейді. Бұл сөздер Азаматтың жанын тіліп түскендей болды. Ол есін жоғалтқан адам емес еді. Оны өшірген еді. Енді ол тек бір нәрсені анықтауы керек: мен не білдім? Неге олар мені жоюға тырысты?
Азаматтың ішінде белгісіз үрей бар. Ол өзінің бұрын кім болғанын білгісі келеді, бірақ сонымен бірге бұл шындықтың қаншалықты қауіпті екенін түсінгендей. Мен олар туралы не білетінмін? Деп сұрады ол. Қарт адам бір сәт ойланды да. Сен құпия легионның ішінде болдың. Бірақ сен жай ғана мүшесі емес едің. Азамат тік қарады. Сонда мен кім болдым? Қарт ер адам ауыр күрсінді. Сен олардың ең үлкен қателігі болдың. Не? Сен құпия легионның кейбір іс-әрекеттерін дұрыс деп ойлағансың. Бірақ уақыт өте келе, олардың кім екенін түсіне бастадың. Және ең бастысы, олардың қолында бір құжат бар еді. Азаматтың жүрегі тарсылдап кетті. Қандай құжат? Бұл құжатта жоғары лауазымды тұлғалардың аттары жазылған. Солардың арқасында құпия легион өз жұмысын жүргізіп отырған. Мен оны қайдан білдім? Қарт басын шайқады. Біз сенің сол құжатқа қалай қол жеткізгеніңді білмейміз. Бірақ бір нәрсе анық, сен оны жоймағансың. Азамат сәл үнсіз қалды. Сонда олар мені өлтіру арқылы сол құжаттың қайда екенін білмек болды ғой. Дәл солай. Бірақ сен тірі қалдың. Демек, құжат әлі де бір жерде бар. Динара бұл әңгімені үнсіз тыңдап отырған. Ол енді шыдай алмады. Бізге ол құжатты табу керек. Егер ол бізде болса, құпия легион ештеңе істей алмайды. Қарт Динараға біртүрлі қарап қойды. Бұл құжат жай ғана қағаз емес. Бұл олардың билігінің негізі. Егер ол құжат дұрыс адамдардың қолына түссе, бүкіл жүйе құлайды. Азамат жұдырығын түйді. Демек, мен тек өз өмірім үшін ғана емес, әлдебір шындық үшін күресіп жүрмін. Қарт басын изеді. Бірақ есіңді толық жинамайынша оның қайда екенін білмейсің. Азамат ойланып қалды. Егер оның есі оралса, шындықты ашылады. Бірақ ол сәтті күтіп отыра алмайды. Мен есіме түспесе де, әрекет етуім керек. Сен не істемекшісің? Деп сұрады Динара. Азамат сәл жымиып. Мен өзімнің кім болғанымды тексеремін. Егер құжат менде болған болса, онда оның ізі бір жерде қалған болуы керек. Қарт ауыр күрсінді. Бірақ есіңді таппайынша кімге сенуге болатынын білмейсің. Азаматтың көзіне суықтық оралды. Сол үшін мен бірінші кезекте өзімнің кім екенімді анықтауым керек. Жалғасы бар.